қазақ тілі сабағында біз көптеген тапсырмалар орындап, өз білімімізді ұяғақтаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Балалар, қазір бізге өте қызықты, өткен білімді қайталау үшін өте қызықты тапсырма. Ол бізге цифрлы шеңбер әдісін пайдаланып, біз сұраққа жауап береміз. Қай сұрақтарға жауап беретін мәтін түрі сипаттау мәтіні деп аталады. Пайымдау, сипаттау, әңгімелеу. Мәтіннің неше түрі болады, Адина? Үш түрі болады. Жарайсың, Адина, отырады. Балалар, біз бүгінгі дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгінгі күнді жазып, сынып жұмысы деп жазып. Қандай дыбыс балалар? Дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз. Енді дыбысына біздер сөз айтып жазамыз. Қалам жазамыз. Бірінші жазып алайық, айтып жазамыз. Тамаша. Айтып жазамыз. Керемет. Мен сендерге қазір топтық жұмыс беремін. Сендердің алдыларында берілген мәтін берілген, сол мәтінде қай мәтіннің түрі екенін анықтап, мына жерде бізге қандай мәтіннің түрі болады дедік балалар? Сипаттау, пайымдау. Соны алып, мәтінді қай мәтіннің түріне жатады, соны жасаңдар. Бізге берілген мәтін сипаттау мәтін. Аққу киімі қыз, аққудың мойны ұзын, тұмсығы қара. Қайдан білдік біз сипаттау мәтіні екенін? Ережені айтамын. Табиғат жануарлар сипатталады. Қандай сұрақтарға жауап береді? Бұл бізге қандай мәтін екен? Сипаттау мәтін екен. Өте жақсы, жарайсыңдар. Отырамыз. Берік болады. Қазіргі біз Сендерге берілген мәтін қандай мәтін екен? сипаттау мәтіні. Пайымдау мәтіні. Балалар, шатаспаймыз біз. Ал, қандай сұрағына жауап береді? Қандай сұрағына жауап беретін қандай мәтін екен ол? Сипаттау. Қазір сипаттауды апарамыз сонда. Мәтіннің неше түрі бар? Әңгімелеу мәтіннің сұрақтары дейді. Не болды, не істеді? Не болды? Не істеді? Отырамыз. Адина. Жазыңдар балалар 19-ші жаттығу. 19-ші жаттығу. Аппақ сарымен сұлу жасады бақты. Оқышы, Адина. Марат бояумен не істеді? Айта ғой. Марат бояумен деп салды. Газ видеоға қараймыз. Қараймыз. Біз өтті де бүгін. Әне, тұташ. Неге бірге орындаңдар, тұттас. Көрсет. Ой, мақтар. Бұл сөзде үш буын бар. Бұлар дауысты дыбыс.
O'tir. Ko'rsat. O'qi. Törsek. Necha buun? 2 buun. Nechtadan 2 buun? Ikkini olda 2 dыбысты дауыс бар. Dağıstı da bas Дауысты var. бар. Aha, o'tiramiz. Кітап. Aha, necha dağıs bo'ldi? 2 buun бар. 2 дауыссыз дыбыс бар. Жарайсың, маңыз. Арбуз 2 буын бар. Балалар, қазір барлықтарының қолдарында мынандай асық тұр, иә? Енді бүгін біз сабақта ұнаса сабақ өздеріңе бәрін түсінсеңдер, мен жақсы түсіндім дегенге қоясыңдар, иә? Ал егер түсінбей, тағы да әлі де іздену керек, менің әлі де мәтін түрлерін түсінбей қалдым десеңдер, онда үшіншісіне қоясыңдар, иә? Ал егер өте жақсы сабақты, бүгінгі сабақты түсіндім десеңдер, онда мына екіншісіне келіп қоясыңдар. Өте жақсы түсіндім. Балалар бүгін сабақта өте жақсы жұмыс жасаған. Гүлмай, тамаша, керемет, жарайсың. Айсұлтан өте жақсы, Нұрислам, Адина, керемет, өте жақсы жұмыс жасаған. Біз мәтін түрлерімен таныстық. 3 түрлі мәтіндермен, тақырыппен,